Сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі тәжірибелік сабағымыздың тақырыбы сөздердің мағыналық қатысына қарай жіктелуі. Сабақтың мақсаты қандай? Негізгі сөздік қордың тілдің сөздік құрамы туралы дұрыс. Негізгі сұрақтар сөздік құрам және негізгі сөздік қор, сөздік құрамның жалпы сипаты, негізгі сөздік қордың басты белгілері екен. Жалпы бір тілдің тезаурысы болатын болса, сол халық туралы толық мағлұмат алар ретінде де ғалымдар. Мысалы үшін Эдуард Сапирдің мынандай бір келтірілген мысалдар бар. Және екі тайпа туралы поэту, сосын тағы да нұсқа деген екі тайпа туралы айтады, жазады. Сонда жаңағы поэту деген тайпаның кез келген белгінің мәнді екенін айтады. Мысалы, ол жерде құрғақ жүректер болғандықтан бір айдалада тұрған сыныптас болса да мәнді белгіге саналады екен. Неге? Себебі ол бір жерден екінші жолға барарда, мысалы үшін екі таудың арасындағы арнасы кеткен өзен деген атау бар. Топоним, географиялық атау. Неге осылай қойылған? Себебі адамдар жаңағы шөлді, шөлейтті, ешқандай белгісіз жерлерде жүрген кезде әрбір белгі мәнді болғанын айтып түсіндірген екен. Сол сияқты мұхиттың жағасында тұратын тайпалардың тілінде балыққа қатысты сөздер өте көп болатынын айтады. Яғни балықтың шабақ кезінен бастап немесе басқа оның ары қарата өсуіне байланысты, аулауға байланысты, сол шаруашылыққа байланысты сол халықтың тіліндегі сөздердің басқа салаға қарағанда сол сөздік құрамның басқа салаға қарағанда көп екенін, яғни терминологиялық жағынан балыққа қатысты сөздердің көп екенін айтып өтеді екен. Яғни Эдуард Сапир айтады, бір халықтың тезаурысы қолымда болатын болса, мен сол халық туралы толық мағлұмат бере алар едім. Яғни шаруашылығы, кәсібі, мәдениеті, оның жаңағы ұлттық болмысы. Ұлттық болмыс дегеніміз не? Әрбір ұлттың екінші ұлттан айыратындай өзінің белгілі бір дәрежеде мәдени ерекшеліктер болады екен. Сол ерекшеліктеріне дейін дөп басып айта алар едім дейді. Яғни біз сондай үлкен бір сөздік қор, сөздік құрам және сөздің мағынасы туралы бүгінгі сабағымызда дәрісте өткендерімізді бекітеді екенбіз. Енді қазір сіздер үш топқа бөліндіңіздер. Осы топтар, студенттер өздеріңіз осы сөздік қор, сөз мағынасы, сөздік құрам жайлы сұрақтарыңызды бір топ екінші топқа жолдайды екен. Айтып отырасыздар, қай сұрақты кімге жолдағандарыңыздар, қай топқа жолдағандарыңызды. Ол үшін біз мына жерде стикерді аламыз. Соны стикерді алғаннан кейін ары қарата өздеріңіз не жасау керек екенін білесіздер. Солай ғой? Жақсы, енді келесі стикерлерімізді алайық. Менің сұрағым сөздік құрам тобындағы жәнеға қойғым келеді. Сөздік ұғым қандай категория? Менің сұрағым сөздік құрам тобындағы Айнагүлге арналады. Семантикалық тұтастығы дегенді қалай түсінесіздер? Гүлнұрдың сұрағына жауап: ұғым логикалық категория. Семантикалық тұтастық дегеніміз құрамында қанша буын, қанша сөз болғанына қарамастан бір ұғымды бір мағынаны береді. Сөз мағынасы тобына сұрақ, яғни Диназға лексикология тіл білімінің қандай ғылым салаларымен байланысты? Мен сұрағымды сөз мағынасы тобындағы жанрға қойғым келіп тұр. Грамматикалық тұтастығы дегенді қалай түсінеміз? Менің айымға берер жауабым лексикология тіл білімінің фонетика және грамматика салаларымен байланысты. Менің Гүлнұрге беретін жауабым сөз ішкі мағыналық құрылымына қарай грамматикалық топтарға бірігеді. Мен сұрағымды сөздік қор тобындағы Айгерімге қойым келеді. Сөздік құрамға мысал келтіріңіз. Мен өзімнің сұрағымдағы сөздік қор тобындағы Айсұлуға қойғым келеді. Негізгі сөздік қорға тән басты белгіні айтып кетсең. Марданның сұрағына жауап беретін болсам, менің жауабым кірме сөздер араб парсы тілінен ар, абырой, амал, адал. Сұрақты қайталай жіберші. Негізгі сөздік қорға тән басты белгіні айтып кетсең. Негізгі сөздік қорға тән басты белгі ол тұрақтылық. Сонымен балалар сөздік қор, сөздік құрам дегенді біз түсіндік, негізгі тұрақтысы сөздік
қор, ал сөздік құрам, сөздік қорға қарағанда барлық сөздер кіретін, лексиканың барлық саласы кіретін, сөзді қорды сөздік құрам дейді екенбіз, барлық сөздер кіреді екен. Ал сөздік қор ол негізінен тұрақты байырғы сөздерден құралады екен. Жалпы және кірме сөздер деп айтып жатсыздар. Түркі тілдерінің ортақ сөздерде сондай көп біздерде, сіздер Кеңесбаевтың лексикология деген еңбегін қарастырсаңыз, Махмұт Қашқаридың еңбектерін қарастырсаңыздар, тағы да басқа көптеген сөздіктерді қарасаңыздар, түркі тілдеріне ортақ сөздерді көптеп кездестіруге болады. Мысалы үшін қандай сөздер, тіпті тұрақты тіркестердің өзіне Нұрмұханов деген зерттеуші бар, бұл жаңа түркі тілдеріне ортақ мақал-мәтелдерді зерттеген екен. Оның ішінде осы өзбек тіліне, қырғыз тіліне, жалпы түрік тіліне, Әзербайжан, тағы да басқа тілдерге қатысты қаншама мақал-мәтелдер бар. Және сол мақал-мәтелдердің екінші түрік тіліндегі баламасы. Тура сол, бірақ және дыбыстық өзгерістер, немесе фонетикалық өзгерістер, сәл-пәл морфологиялық, немесе лексикалық өзгерістер болуы тиіс, солай ғой. Әр тілдің өзінің ерекшелігіне байланысты ондай өзгешеліктер бола береді екен. Мысалы үшін, алма піш аузыма түс, алма піш аузыма төс, төсі деген сияқты сөздер татар тілінде, құмық тілінде, қырғыз тілінде, түгел тілдерге ортақ. Бұл мақал-мәтел Махмұт Қашқарida да бар екен. Немесе әкесі ащы алма жесе, баласының тісі қамаланар дейді. Бұл және түрік тілдерінде кішкене дыбыстық фонетикалық өзгерістер бар. Бұл қандай мағына береді деп ойлайсыздар? Әкесі ащы алма жесе, баласының тісі қамаланар дейді. Енді ол біз қазақ тілінде айтқанда, әкесі ащы алма жесе, баласының тісі де ауырады деген сөз. Яғни әкесі қандай іс-әрекет жасаса да, оның баласына біз оны көрініс тауып жататынын байқаймыз, білеміз. Бұл жаңа ғасырлар бойы халықтардың әбден жаңағы әрекеттерінен барлығынан сұрыпталып, философиялық тұрғыда бізге соның ең негізгі ұйытқысы жеткен мәйегі сөздер екен. Бұндай сөздер жалпы түрік тілдеріне ортақ, немесе лексикологияда жалпы түрік тілдеріне ортақ сөздер көп. От деген, отыр, тұр, содан кейін лексикалық қатардағы нелерді, зат есімдердің көбін алатын болсақ, осы түрік тілдеріне ортақ. Бұның арнайы таблицасы бар. Сіздер тәжірибелік сабаққа дайындалған кезде және дәріс барысында осы кітаптармен, сөздіктермен таныстыңыздар, көрдіңіздер, солай ғой. Енді біз сөздік қор мен сөздік құрамның айырмашылығын көрдік, сөздің мағыналарын алдыңғы тәжірибелік сабақтарда өттік, дәрістерде де өттік. Енді біз ары қарата сабағымызды жалғастыратын болсақ, мынау ара мен бал деген аю, осы викториналық ойындарға, сұрақтарға келеміз. Сіздер қазір осы жерде мына жерде көрініп тұр ғой, мына жерде. Осының арт жағында тура мағыналы сөздер, ауыспалы мағыналарға сөздер жазылған. Соның қайсысы тура мағынасында, қайсысы ауыс мағынасында екенін өздеріңіз көріп, сол әрқайсысын өзінің орнына бағана стикер алдыңыздар ғой, сонымен жапсырасыздар. Әрі сонда сіздер бірден ауыспалы мағынадағы сөздер мен тура мағынадағы сөздерді айыра алады екенбіз. Ауыспалы мағынадағы сөз, тура мағынадағы сөздерді біз білеміз. Виноград бойынша да келтірді мағына, тура мағынайы, номинативті мағынасы дегендерді өттік, тіл біліміне кіріспе сабағынан өттік, дәріс барысында өттік. Бұл материалдар бізге жақсы таныс, тез ара жігін ажырата алады деп ойлаймын. Қане, кім келеді? Келе ғой, Айсұлу. Уақыттың көзі сөзі ауыспалы мағынада тұр. Ашық мінез сөзі, бұл да ауыспалы мағынада тұр. Суық жел сөзі бізде бұл тура мағынада берілген. Екінші суық хабар сөзі бұл керісінше ауыспалы мағынада беріліп тұр. Дұрыс, жақсы. Жел сөз болса қалай болады? Жел сөз болса бұл да? Адастың түбі. Бұл бізде тура мағынада. Жақсы. Айым келе ғой. Аттың басы, бұл тура мағынада. Білімнің кілті бізде ауыспалы мағынада. Өткір пышақ, бұл бізде тура мағыналы сөз.
Жақсы, келесі келеді. Иә, айым. Тас жүрек сөзі бұл ауыспалмағында. Дұрыс, тас жүрек. Біздегі биік тау сөзі ол тура мағынада. Дұрыс. Бізде жылу су сөзі тура мағына. Дұрыс. Өткір қайшы сөзі тура мағына. Келесі. Ауыспалмағында. Жылы сөз сөзі бізде ауыспалы мағына болады. Қалың көрпе бұл бізде тура мағына болады. Дұрыс, жақсы. Диназ келе ғой. Терең құдық тура мағыналы сөз. Дұрыс. Алтын уақыт ауыспалы мағына. Дұрыс, жақсы. Алтын адам, е? Алтын адам. Ауыспалы Дұрыс. мағына. Биік мақсат. Биік мақсат. Биік мақсат. Ауыспалы мағына, е? Дұрыс, жақсы. Зарина келе ғой. Сағат пен тілі бізде ауыспалы мағына, адамның тілі бұл тура мағына. Жақсы. Келесі. Қара бұл бізде тура мағынада. Қалың кітап бұл да тура мағынада. Дұрыс, жақсы. Ергежан. Терең мағына ауыспалы мағына болып келеді. Қара ниет тура мағына. Жұлдыз. Есіктің кілті тура мағына. Дұрыс. Сосын өткір ой ауыспалы. Жақсы. Келесі. Гүлнұр келеді. Қалың ел бұл ауыспалы мағына. Әдемі әуе тура мағына. Қалың ел ауыспалы мағына, әдемі не? Әуе. Жақсы. Дұрыс па? Келесі тағы кім келеді? Гүлнұр келе ғой. Қалың қайшы бұл тура мағына. Иә, дұрыс. Адамның көзі тура мағына. Иә. Алтын тіл тура мағына. Келесі. Қара тас. Жақсы. Әнел келеді, сонымен аяқтаймыз, е? Бұл жер әңгіменің басы ауыспалы мағына. Күннің көзі бұл да ауыспалы мағына. Жақсы. Әдемі гүл өзінің тура мағынасында тұр екен, е? Жақсы. Енді балалар, қазір кері байланыс әдісі бойынша сіздер мына жердегі стоп кадр бойынша жасалғанына тілшелерді таратып аласыздар. Сосын осы бойынша сабаққа өздеріңіздің көзқарастарыңызды білдіресіздер. Жақсы ма? Міне, әне тарата ғой. Жақсы, енді кері байланыс әдісі бойынша кім қандай ойын қорытындылайды, қандай жақсы бізге ой айтады екен, тыңдап көрейік. Әрбір топтың басшылары және балалардың жазғандарын, әртістердің жазғандарын жинап алыңдар да, сонымен өздерінің ойларыңды қосып қорытындылап айта қойыңдар. Жақсы. Қане бір 2-3 секунд жетеді деп ойлаймын. Жинап алыңдар ма? Жинап алсаңдар. Қане кім бастайды? Көшбасшы кім? Алқалы топта сөз бастауға енді. Жақсы, келе ғой. Менің аты жөнім Асылханова Назым. Бүгінгі сабақтан түсінгенім, ауыспалы мағына және көп мағыналы сөздердің ара жігін ажыратып, толықтай игере алдық. Бүгінгі сабақтан ұнағаны көрнекіліктер көз тоярлы, әдемі әдіс тәсілдер жоғары деңгейде жасалған болды. Келесі сабаққа ұсынысым жоқ, бәрі керемет өтті. Жақсы, екінші топтан сөйлейді екен, отыра ғой. Жұлдыз сен бе келе ғой? Тез-тез келеміз. Қалғандарымыз ойланып отырамыз, сұрақтарыңыз бар болса қоямыз.
Менің аты жөнім Зарлықанова Жұлдыз. Бүгінгі сабақтан түсінгенім, ауыспалы және көп мағына туралы қосымша ақпараттар алып, есімізге түсіріп алдық. Женегі бүгінгі сабақта ұнағаны көптеген көрнекілік және бал ара ойыны өте қатты ұнады. Және де келесі сабаққа ұсынарым, тағы да осындай ойындар көп болса деген ұсыныс. Бүгінгі сабағымыз біздің сөздік қор, сөздік құрам туралы, солай ғой? Менің аты жөнім Ерғазы Еркежан. Бүгінгі сабақтан түсінгенім ең алдымен ол ауыспалы мағынада және тура мағынада тұрған сөздердің ара жігін ажырата білу, одан бөлек сөздік қор мен сөздік құрамның бір-біріне деген қатысы және де бір-бірінен айырмашылығы, одан бөлек сөз мағыналарында ажырата білуді жақсы игердім деп айта аламын. Бүгінгі сабақтан ұнағандары ең алдымен ол жаңа әдістер және ұстазымыздың бізге алып келген әдіс тәсілдерді ерекше қолдана білуі, барлық топтағы студенттерді біріктіре отырып сабақты қызықты өткізуі, және де келесіде сабаққа ұсынысым ол сонда да өзіндік жұмыстарды да назарға ала отырып, әрбір баланың зейінін тереңдету. Жақсы. Сонымен сөздік қор мен сөздік құрам туралы біздің бүгінгі түсінігіміз айқындалды ғой деймін, иә? Сөздік қор тұрақты, сөздік құрам тілдегі барлық сөздер кіретін жиынтықты сөздік құрамдайды екенбіз. Сөздік қор неге тұрақты? Себебі ол мынау бұрынғы біздің ерте кезден келе жатқан ескерткіштеріміздегі жазылған сөздер, Қашқаридың, Баласағұнның еңбектеріндегі қаншама сөздер біздің тілімізде де бар екен, иә? Сол негізгі сөздік қордағы сол сөздер тұрақты деп саналады екен.